Саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қорытындылау. Бүгінгі сабақта алған біліміңді жинақтап қорытындылайсың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Расатхана орналасқан қаланың атын есептеу арқылы тап. Таулы үстірттегі астрофизика институтының расатханасы теңіз деңгейінен 1450 метр биіктікте орналасқан. Бұл институтты құруға 1941 жылдың 21 қыркүйегінде Мәскеу мен Санкт-Петербургтың астрофизиктер тобының келуі негіз болды. Енді оқушылар мәндерін таба тұрып, яғни соған сәйкес әріптерді орналастырамыз. Бізде шыққан сөз Алматы. Сонда расатхана орналасқан қала Алматы қаласы екен. Келесі екінші тапсырмаға қарайық. Салыстыр. Кәнеки салыстырайық. 9-дан 5 қосу 9-дан 2, 9-дан 7. Екінші жағын 9-дан 1 қосу 9-дан 4, 9-дан 5. 9-дан 7 бізде артық. Келесі 7 мен 4-ті қосамыз 11, 20-дан 11. 1-ді 2-ке қосамыз 3, 20-дан 3. 20-дан 11 бізде артық. Келесі 8-ден 2 азайту 8-ден 1. 8-ден болады 8-ден 1. 5-ден 2 азайтамыз 3, 8-ден 3. Яғни 8-ден 3 артық. 8-ді 3-ке қосамыз 11. 8-ді 2-ке қосамыз 10. Яғни 30-дан 11 артық. Келесі үшінші тапсырмаға қарайық. Мұқият тыңдаңыздар. Есеп бойынша өрнек құр. Тәжірибелі велосипедші Алматыдан 100 км қашықтықтағы асы түрген шатқалында орналасқан расатханаға 4 сағатта жетті. Қайтар жолда ол жылдамдығын 5 км сағатқа азайтты. Ол қайтар жолға неше уақыт жұмсады? Яғни оқушылар, бұл жерде біз сіздермен өрнек құрастырамыз. Қараймыз 100, яғни біз оның жылдамдығын азайтқаннан кейін қанша сағат кеткен табу үшін 100 бөлу дейміз. Жақшаның ішінде 100-ді 4-ке бөліп, яғни 20 болады, 20-дан 5 тазытамыз, себебі 5 км сағатқа азайтты дейді, 5 тазытамыз. Мұнда 100-ді 4-ке бөлген 25, яғни км сағат 5 тазытамыз 20. Енді сонда ол сағатына 20 км сағат жүрген екен. 100-ді 20-ға бөлеміз, тен болады 5. Сонда ол қайтар жолға 5 сағат уақыт жұмсады. Енді әсіне қарайық. Ара қашықтығы 1332 км болатын екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі автокөлік шығып, 9 сағаттан кейін кездесті. Бірінші автокөлік 70 км сағат жылдамдықпен жүрді. Екінші автокөлік қандай жылдамдықпен жүрді? Кәнеки қарайық. Барлық сонымен ара қашықтығы 1332 км. Олар 9 сағаттан кейін кездесті деп көрдіңіздер ғой. Яғни 9-ға бөлеміз бұл ара қашықтық. Түсіндіңіздер ме? 9 сағат. Сол шыққан санды, яғни 70-ті азайтамыз. Тен болады 68. Сонда жауабы екінші автокөлік 68 км сағат жылдамдықпен жүрді. Келесі төртінші тапсырма. Сол жағындағы өрнекті ықшамдап теңдеулерді шеш. Яғни біз сіздермен екі теңдеуді де шығарамыз, екеуін де ықшамдаймыз. Біріншісіне қарайық. 3х қосу 8х, 83х қосу 100 тен болады 960. 3х пен 83х-ті қосамыз 86х. Яғни 86х қосу 100 тен болады 960. 86х тен болады 960 тен 100-ді азайтамыз. 86х тен болады 860. 860-ті 86-ға бөлеміз, х-тен болады 10. Келесі 450 бөлінген жақшаның ішінде 4m азайту m жақша жабамыз, тен болады 3. 4m-нан m-ді азайтамыз 3m. 450 бөлінген 3m тен болады 3. 3m тен болады 450-ді 3-ке бөлінісі. 3m тен болады 150. m тен болады 150-ді 3-ке бөлеміз, m тен болады 50. Келесі 5-ші тапсырма. Әлия өрнектегі амалдардың орындалу ретін дұрыс көрсетті ме? Қатесін түзетіп, өрнектің мәнін есепте. Кәнеки қатесін бірге дұрыстайық сіздермен бірге. Қарайық, бірінші амал, жақшаның ішіндегі амалдар ең бірінші орындалады балалар. Сондықтан бөлу, азайту дұрыс, бірінші жақшаның ішіндегі амалдарды орындалады. Келесі үшінші амал, ол келесі жақшаның ішіндегі амал орындалу керек. Яғни бұл үшінші амал бізде дұрыс емес. Міне, үшінші амал бізде не болу керек еді?
жақшаның ішіндегі ең бірінші көбейту орындалады. Не үшінші амал. Содан кейін азайту төртінші амал. Көрдіңіздер ғой, я? Ары қарай кеттік. Келесі бесінші амал бізде көбейту. Қарап отырыңыздар. Көбейту. Содан кейін қосу. Алтыншы және жетінші бізде қосу. Түсінікті ғой, я? Ең бірінші амалдар бізде жақшаның ішіндегі амал орындалады. Енді мәнін табамыз. Тем болады 551.663. Келесі тапсырмаға қарайық. 5-тің әсін. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап. Енді бұнда да біз сіздерге бірінші орындалу ретін орындалып, бірінші жақшаның ішіндегі амал орындалады, содан кейін көбейту орындалады, содан кейін бізде не азайту. Бұнда да дәл солай бірінші жақшаның іші орындалады, көбейту орындалады, және үшінші азайту орындалады. Енді мәндерін табамыз. Біріншінікі 449.727, және екіншісінікі 38.109. Келесі 6-шы тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін есептейді. Яғни бұнда балалар барлықтарында бірінші жақша орындалады, содан кейін жақшаның сыртындағы амал орындалады. Түсінікті ғой? Енді қарайық. 80-ге қосамыз 110, 150-ден 110-ды азытамыз 40, 300-ден 40. 21-ді 16-ға қосамыз 37, 37-ге 13-ді қосамыз 50, 90-нан 50. 15-ді 2-ге қосамыз 17, 47-ден 17-ні азайтамыз 30, 50-ден 30. 3-тен 1-ді азайтамыз 2, 6-дан 2-ні азайтамыз 4, 20-дан 4. 10-ды 90-ға қосамыз 100, 210-нан 100-ді азайтамыз 110, 300-ден 110. 30-ды 50-ге қосамыз 80, 80-ден 70 азайтамыз 10, 100-ден 10. Түсінікті ғой, оқушылар қалай шыққандары. Келесі тапсырмаға қарайық. 7. Телескоптың радиусын тап. 2 метрді 1 сантиметр деп алып, дәптеріңе осындай шеңберсіз. Диаметрі 10 метр болатын телескоп Антарктиканың оңтүстік полюсінде Амундсен Скотт станциясында орналасқан. Ол өзінің астрономиялық бақылауларын 2007 жылдың басында бастаған. Енді қарайық. Яғни бізге не деген? Телескоптың радиусын тап. Телескоптың радиусы, яғни диаметрдің жартысына тең деп алынымыз. Яғни 10-ды 2-ге бөлеміз, тең болады 5 метр. Бұл бізде несі? Радиусы 5 метр. Енді сендерге былай дейді. 2 метрді 1 сантиметр деп, ал дәптерге осындай шеңберсіз. Түсінікті ғой, я? Яғни 2 метрді 1 сантиметр деп аламыз. Келесі 8-ші тапсырма. Сызба бойынша өрнек құрастыр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Өрнектің мәнін тап. 7000 қосу жақшаның ішінде 580 қосу 420, жақшаны жабамыз, бөлу 4, көбейту 57 тең болады. Яғни бұнда бізде бірінші амал жақшаның ішіндегі амал қосу, одан кейін бөлу. Яғни жақшаның сыртында қай амал бірінші тұр? Бөлу болса бөлу, көбейту болса көбейту. Қайсы бірінші тұр? Сол бірінші орындалады. Яғни бұнда бірінші бөлу тұр. Енше бөлу орындалады. Содан кейін көбейту орындалады. Содан кейін ғана қосу мен азайту орындалады. Төртінші амал. Сонда тең болады бізде 21250. Келесі 9-шы тапсырма. Ғарыштық зерттеулер институтының ғылыми кітапханасы бөлімшелерінің бірінде 18250 кітап бар. Оның 6050-і ғылыми кітап. Қалғаны оқулықтар. Оқулықтарға қарағанда ғылыми кітаптардың неше екен? Яғни бірінші біз сіздермен нені табамыз? Оқулықтардың қанша екенін. Яғни 18250-ден азайтамыз 6050-ді. Тең болады 12200. Бұл бізде не? Оқулықтар. Енді қаншаға бізде нешеуі кем дейді. Яғни үлкеннен кішісіне азайтамыз. 12200-ден азайтамыз 6050. Тең болады 6150. Сонда нешеуі кем екен? 6150 кітап кем екен. Келесі 10-шы тапсырма. Бұл зерттеуге арналған тапсырма. Қараңыздар. Саябақта 4 тоған бар. Бір тоғаннан екіншісіне айналып жүрмей, бірден қысқа жолмен бару үшін олардың арасындағы жолдарға құм себу қажет. Қандай жолдар жасау керектігін көрсет. Яғни біз оны граф сызу арқылы көрсеттіңіз. 4 тоғанды, яғни нүкте арқылы белгіледік. Соларға енді жол жүргіземіз. Міне 1 жол, 2 жол, 3, 4. Арасына 5 және 6. Сонымен жауабы бізде неше жол? 6 жол. Келесі үй тапсырмасы есепке
яғни өрнек құр, оның мәнін тап. Шағын қалашықтың балалары расатханаға бару үшін вокзалдың кассасына бет алды. Олар отырып баратын жалпы вагонға билет сатып алмақшы болды. Теміржол вокзалының кассасында бір күнде 2000 билет сатылды. Олардың 278-і купенің билеттері, ал плацкарт вагонның билеттері купеге қарағанда 3 есе артық. Қалғандары жалпы вагондардікі. Жалпы вагондарға қанша билет сатылған? Міне қараймыз, 2000 ол жалпы күнне сатылған билет. Одан азайтамыз. 278 ол купенің билеттері. Және де нені азайтамыз? Плацкарт вагон, яғни жақшаның ішінде 3 есе артық деп тұр ғой. Яғни плацкартты 278-ді 3-ке көбейтеміз. Тем болады 888. 888 деген ол жалпы вагондардікі. Түсінікті ғой, я оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.